Трамп Зеленскийді диктатор деп атап, халқының 4% ғана қолдайды деп мәлімдеді. Бұл шынымен солай ма? Тексеріп көрейік. 18 ақпанда Сауд Арабиясында Ресей мен ақш делегаттарының Украина бойынша кездесу өткен. Қос тарап та бұл кездесу нәтижелі болғанын айтқанымен, Украина қатыспады. Еуропа басшылары да шақырылмаған. Бұған Зеленский Украинасыз Украина жағдайын талқылауға болмайды деп кесіп айтты. Бұл сөзінде Зеленский Ресей басқыншылығы басталғанда ешбір ел көмекке келмегенін, украиналықтар өзі сәтті қорғанған соң ғана қолғабыс ете бастағанын еске салды. Шын мәнінде Зеленскийдің бұл сөзінің жаны бар сияқты. Себебі бұл кездесулер Украинаға әсер етпейді. Бұл тек тамырын басып көру сияқты. Украина мен ақштың байланысы 2024 жылдан Трамп келгелі қиындай түсті. Әскери көмек береміз деген ақш билігі пайдалы қазбаларыңызды алайық деді. Бұл әртүрлі дерек көзге қарағанда Украинаның жарты пайдалы қазбасын беру туралы сөз екен. Осыдан болса керек, Трамп Путинмен келіссөз процесін бастап кетті. Ал сәл кейінірек Ресей пропагандасының құдды аузына сөзін салып қойғандай болды. Зеленскийді диктатор деп бір кесті, халқының сенім деңгейі 4% деп бір мәлімдеді. Украина басшысын диктатор деуге келмейді. Себебі ел конституциясына сәйкес Украина әскери жағдайда сайлау өткізе алмайды. Ал 4%-ық сенім туралы айтсақ, Киев халықаралық әлеуметтану институты хабарлағандай, Зеленскийге украиналықтардың 57% сенім білдіреді, ал 37% сенбейді. Ал бір қызығы, Трамптың өзіне америкалықтардың дәл қазір 43% ғана сенеді екен. Ал сіз не дейсіз? Арнаға жазылып қойыңыз, лайк баса кетіңіз.